Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен Activity Book'тың Lesson 9 Part 3 үшінші бөлімнің 9-шы сабағын өтетін боламыз. Exercise 1 Circle and match дейді. Circle дегеніміз дөңгелекте және сәйкестендір дейді. Мына жердегі әріптерді біз бір-бірімен сәйкестендіріп жазуымыз қажет, иә? Бірінші мына жерде қарадық. Rat деп тұр, rat дегеніміз бізде егеу құйрық. Міне мысалда көрсеткен. Келесі сөзіміз up. Up деген бізде жоғары. Жоғары мына суреттен қараймыз. Бізде міне жоғарыға көрсетіліп тұр. Sun дегеніміз бізде күн. Яғни мына жердегі суреттегі осылай апарамыз, бағыттап. Sun. Келесі бізде tap. Tap дегеніміз бізде қандай сөз балалар? Ол кран, Кранға осылай алып барамыз. Йо-йо деген бізде ол ойыншық, ойыншығымыз міне йо-йо. Міне стрелканы апарамыз. Zip дегеніміз бізде сырма, яғни замок. Осында алып барамыз. Van дегеніміз бізде кіші жүк машинасы. Яғни осында апарамыз. Win дегеніміз жеңімпаз, міне. Осы жерге алып барамыз. Келесі Look and complete дейді, exercise 2. Екінші қара және жалғастыр дейді. Мына жерде қарадық, жазып шыққан әріптерін. Келесі бізде мына жерде көрсетілген кішкене жүк машинасы. Van дейміз. Мына жерде егеу құйрық. Егеу құйрықты біз қалай атадық? Мына жерде көрсетілген, Rat дейміз. Мұнда жазамыз. Rat. Келесі next. Бізде сырманы қалай айтамыз? Замокты zip дейміз, яғни мұнда жазамыз. IP zip. Келесі кран. Кранды не дейміз біз? Tap дейміз, міне. Tap. T-A-P. Келесі үште қарадық. Sun, күн. Sunды жазамыз. Келесі суретімізде бізде жеңімпаз деп тұр, Win. W. Төртінші суретте мынау бізде қорап, Қорапты біз ағылшынша қалай айтамыз? Box дейміз, B-O-X. Мына жерде ойыншық, қандай ойыншық? Йо-йо деген ойыншық, Онда жазамыз. Йо-йо деп.